Қайырлы күн, мен Жол ғылым басқармасының маманы Амантаев Абылай Қайратұлы. Бүгін сіздерге жол құрылыс материалдары жаңа технологиялардың бірыңғай базасы жайлы айтып беретін боламын. Бұл біздің бірыңғай базаның бастапқы беті. Сол жағында әртүрлі ақпараттарға сілтемелер көрсетілген. Сол жақтағы мәзірде карьерлер мен зауыттар көрсетілген және олардың орналасқан жерінің жалпы картасы бар. Мысал ретінде, Ақтөбе облысында орналасқан ZTEC және Bigras компанияларының сілтемесіне өтейік. Бұл жерде әртүрлі керекті ақпараттар көрсетілген. Ал енді Атырау облысында орналасқан асфальт бетон зауыттарын қарастырайық. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде облыс бойынша қанша зауыт бар екендігі көрсетілген. Картада көрсетілген сілтемелерге өтіп, қызықтырған мәліметтерді көрсеңіздер болады. Келесі жаңа технологиялар тізіліміне өтсек болады. Бұл жерде әртүрлі жаңа өнімдердің мәртебесі бар. Мысал ретінде апробация сатысында апробацияланбаған, апробацияланған және қайта қаралуда сілтемелеріне өтейік. Сол жақ мәзірдегі келесі сілтеме ол жол қозғалысы қауіпсіздігінің техникалық құралдары. Келесі сілтемеде Қазақстанның әр аймақтарының аккредиттелген зертханалары көрсетілген. Мысалы Батыс Қазақстан облысының ДСК приоритет зертханасы және Маңғыстау облысында орналасқан ұлттық сапа орталығының зертханалары көрсетілген. Машиналар мен механизмдер каталогы жол құрылысында қолданылатын әртүрлі техникалар жайлы ақпаратты қамтиды. Келесі сілтемеде минералды ұнтақ өндірушілерінің тізілімін көрсеңіздер болады. Батыс даму Ақтөбе компаниясының белсендірілген минералды ұнтағын алатын болсақ, аккредиттелген зертхананың лабораториялық хаттамалар көруге болады. Ал енді бірыңғай базаның басты бетін қарастырайық. Көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі ақпараттар көрсетілген. Осы Жол бірыңғай базасына өздеріңіздің өнімдеріңізді тіркелсеңіздер болады. Біз ынтымақтастыққа әрдайым дайынбыз.